Бәріне сәлем. Бүгін біз іш қатудың алдын алу жайында айтатын боламын. Кім 2-3 күн деп туалетке бара алмайды, немесе бір апталап барған күннің өзінде де қиналып туалетке баратын болсаңыз, яғни сізге үй жағдайында қалай іш қатудың алдын алу жайында айтам. Өзім жеке тәжірибеммен де бөлісетін боламын. Жалпы дәрігер ретінде ғана емес, практикадан өзімнің жасаған опытыммен бөлісетін боламын. Негізі бізде ішек ол маңызды орган болып табылады. Иммуни системаға жауапты ең маңызды органдардың бірі. Мен былай айтар едім, сау ішек, онда сіздің иммунитетіңіз өте жоғары болады. Себебі бізде ішекте иммунитетіміздің жақсы болуына жауап беретін 70 түрлі фактор орналасады. Егер 2-3 күн деп туалетке бармасаңыз, бұл уже дабыл қағу керек болып табылады. Себебі адам күніне бір мезгіл болсын туалетке бару керек. Ол ішектің қатуы деген, яғни ағзаның улануына бейімділігін көрсетеді. Себебі артық заттар, ішекте ол да ми сияқты ақылды орган ғой. Артық заттардың барлығы ол сыртқа шығу керек. Оның құрамдағы, жаңағы нәжістің құрамдағы токсиндер, аммиак, фенол ішекте жиналып тұра берсе, ол қанға қайтадан сіңеді. Іш қату болса, яғни ол бізде ішектерде престеліп тұра береді, жиналады, кейін ішектің резекциясын жасау керек болады. Ішектің бір бөлігін кесіп тастайды. Сонымен қатар ең жиі кездесетін осы іш қатудың салдарынан бізде тоқ ішектің обыры пайда болады, тоқ ішектің рагы. Бір себебі осы іш қату болып табылады. Мен неге аурам, неге әлсізбін дейтін болсаңыз, онда ішектерді бірінші емдеу керек деп айтар едім. Жалпы біз ішіміз не үшін қатады? Яғни ішектердің біз дұрыс жұмыс жасауына әрекет жасамаймыз, оған бір көмектеспейміз. Жей береміз, тәттіні жейміз, ұннан жасалған өнімдерді жейміз, клетчаткаға вообще қоспаймыз, суды өте аз ішеміз. Осының барлығы бізде ішекте нәжістің престеліп шықпауына әсер етеді екен. Енді қалай біз осы ішіміз қатса, оның алдын аламыз? Үй жағдайында не істеу керек жалпы? Бірінші ол мен айтар едім, ұйқыңыздан тұра салысымен аш қарынға 2 стакан жылы су. Бөлме температурасынан жоғары, тамағыңыз күймейтіндей жылы су болса жеткілікті. 2 стакан жылы су ішу керек. Егер сізде ішіңіз ұзақ мерзімде сізде қатып, проблема болып жүріп, бірден 2 стакан су іштім, енді менде ішім жүріп кетеді деп ойлау, ол қате ой болып табылады. Себебі бәрі бірден емес қой. Ол ішіңізде сізде қатып жатқан хронический. Сондықтан оған біртінде біз көмектесуіміз керек. Іштің қатуының алдын алуымыз керек. Екінші мен айтар едім, киви. Өзім кивиді босанғаннан кейін менде ішім қатып, өте қатты проблема болған. Зорға дегенде, үлкен дәретке барып дегендей, сол кезде маған ең қатты көмектескен жеміс ол киви болды. Яғни күніне 2 дана киви жесеңіз, сізде іш қатудан мүлдем проблема болмайды. Ішіңіз жақсы жүретін болады. Ішектердің перистальтикасы жоғарылайды, жақсы баратын боласыз. Және де жаңағы клетчаткаға бай тағамдарды қосар едім. Оған нелер жатады? Оған жасыл өсімдіктердің барлығы. Яғни петрушка, укроп, брокколи, шпинат, қырыққабат, алма, сосын семена чия деген тоже жақсы көмектеседі. Осылардың барлығы бізде клетчаткаға бай тағамдар. Көбірек қосу керек рационымызға, көбірек жеуіміз керек. Тағамымызды біз алатын болсақ, бір тарелка етіп, соның жартысынан көбісін біз клетчаткаға арнауымыз керек. Клетчатка көп болса, біздің иммунитетіміз де жоғары болады. Ішектен де проблема болмайды. Бәрі бізде барлығы жақсы болады, окей болады. Келесі ол бізде оливковое масло, яғни таңертең бір ас қасық оливковое масло қосу тоже ішектердің жұмысын жақсартуға көмек етеді. Келесі айранды айтар едім. Яғни қолдың айраны бізде жатар алдын 1 стакан айран ішіп жатсаңыз, таңертең үлкен дәретке барғанға пайдасы керемет. Егер сізге осы видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер.
алда пайдалы, денсаулыққа пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Әмина Ерболқызы, болашақ дәрігер. Барлық деніңізге рахмет, сау болыңыздар.